Сәлеметсіздер ме? Біз қазір иншоттан фотоны қалай обработка жасауды үйренетін боламыз. Олай болса, бастайық. Иншотты тартасыздар, және де кіресіздер. Фото бөлімін басасыздар. Өзіңізге қажетті фотоны таңдайсыз. Міне, өзіме осы фотоны таңдадым. Сіздерде осылай тұру мүмкін. Ең бірінші оны Инстаграмға салатын болсаңыз, квадрат қылсаңыз дұрыс болады. Ол үшін хостқа кіреміз. Подогнать, яғни ортасына қоямыз, квадрат қылып. Келесі фильтрді таңдаймыз. Өзімізге қажетті фильтрді ағартамыз. Не болмаса, өзіңізге қажеттіні таңдап алсаңыз болады. Келесі регулировкаға кіреміз. Бұл жерде регулировкада контрастты шамалы көбейтсеңіз, фотоңыздың анығырақ шығады. Яркостьті барынша тиіспегендеріңіз жөн. Ол аса қатты суретіңізді әрлемейді. Шамалы ғана көбейтсеңіз болады. Одан кейін тепло, краска, насыщение бұларға тиіспегеніңіз жөн. Деград цвета дейді. Осыны бір 30-ға апарсаңыз болады. Және де шум дегенді 100-ге апарсаңыз, сіздің суретіңіздің качествосын сақтайды. Резкостьті бір 10-ға апарамыз. Міне, сіздің суретіңіздің качествосы бұрынғыға қарағанда сапалы болады. Винетканы 20-ға қойсаңыз болады. Бұл эффект бітті. Үшіншісі, фильтр регулировкадан өттік. Задний фон, яғни жанды ақ болып тұрғандарды қызыл қылсаңыз болады, қара қылсаңыз болады. Не болмаса көтерсеңіз, астында міне неше түрлі фондар тұр. Қалағанын қоясыз. Ақ фон таңдайық. Төбесінде сізде птичка тұр. Соны басасыз, фон таңдалады. Вырежьте дейді. Кессеңіз болады суретті. Историяға салғыңыз келсе, не болмаса оригинал қылғыңыз келсе, квадрат қылғыңыз келсе, осы жерден қырқып аласыз. Одан кейін стикер бассаңыз, сізде осылай шығады. Осы жерде айта кететін нәрсе, суреттің үстіне тағы бір сурет шығарғыңыз келсе, сол жақтан міне изображениенің өзінің несі тұр, значогы, плюсті басасыз, қажетті фотоңызды таңдайсыз. Міне, кішірейтсеңіз болады, астына стрелка арқылы солға жоғары қойсаңыз болады. Міне, үлкейтсеңіз болады, кішірейтсеңіз болады. Солға оңға жылжытсаңыз өз еркіңізде. Керек болмаса төбедегі X басып қойасыз. Одан кейін текст, яғни сөздің үстіне текст жазғыңыз келсе, мысалға мен өзім аты-жөнімді жаздым. Кішірейтіп үлкейтсеңіз болады. Мына төбедегі қаламды басу арқылы оны өңдейсіз ары қарай. Мысалға ең бірінші тексттің әріптің түсін таңдайсыз. Қызыл қылғыңыз келе ма, сары қылғыңыз келе ма. Одан кейін граница. Границаны таңдасаңыз болады. Ақ, қызыл, өзіңізге қалаған. Бұл жерде қалыңдығы тұр. Границаның қалыңдығы барынша аз болса, ол әдемі тартымды көрінеді. Одан кейін тен. Тен өшіртсеңіз осылай болады. Ал қосатын болсаңыз, суретіңіз одан ары әдемі болып шығады. Этикетка бұл артындағы, тексттің артындағы фон. Түсін таңдасаңыз болады біріншісі. Ал астында міне оның форматтары тұр. Сызық қойсаңыз, домалақ қылып қойсаңыз болады, прозрачный қылып қойсаңыз болады, өз еркіңізде. Үшіншісі, тексттің шрифтін таңдайсыз. Шрифт таңдаған кезде, оң жағыңызда астыға қарай стрелка тұр, соның төбесінде координат тұр. Соны бассаңыз, сізге керекті шрифттер бар қосымша. Осыны скачать етсеңіз болады, свободно десе басып, видео біткенше күтсеңіз, осы шрифт сізде тартылады. Одан шығамыз. Керек шрифт тартсаңыз, осы жерге түседі. Таңдайсыз, птичканы басасыз. Одан кейін рамка қойсаңыз болады, қоймасаңыз да болады. Осы жерлерден таңдайсыз. Ол аса қатты маңызды емес. Егер де суретіңіз қисайып қалатын болса, оны айналдырып түзетуіңізге болады. Не болмаса айна, зеркальный қылып өзгертсеңіз болады, өзгертпесеңіз де болады. Осылай сохранить етеміз. Сабақ ұнаса, кері байланыс жүргізсеңіздер болады. Түсінбеген сұрақтарыңызды Инстаграмнан жазсаңыздар болады.